Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді, жұмсақ болып шығатын, керемет нәзік болып шығатын кекстердің рецептімен бөліскім келеді. Міне қараңыздар, кекстер осындай нәзік, жұмсақ болып шығады. Салмасына қалауыңызша осындай мен сияқты варенка салсаңыздар болады, мейіз салсаңыздар да болады, өзіңіздің қалауыңызша. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Мында 3 жұмыртқа, соның үстіне біздің қантымызды салып, жақсылап миксермен араластырамыз. Содан соң араластырып болдық, шамамен 3 минуттай араластырдық. Ертілген сары майды құямыз. Оның үстіне сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Жақсылап араластырамыз. 1 шай қасық сода саламыз. Ас содасын қасықты толтырмай саламыз. Содан соң біздің ұнымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын. Қалауыңызша мейіз қосуға болады, жаңғақ қосуға болады. Бұл міндетті емес, негізі дым қоспа қойсаңыздар да болады. Және де шоколадты да бөліп кесіп салғаннан кейін тағы да жақсылап осылай қасықпен немесе силиконды күрекшемен араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды кекстің формаларына құйып шығамыз. Мен кекске әдемі болып шығу үшін арнайы осындай қағаздарды пайдаланамын. Бұларды майлап қажет емес. Егер сізде металл форма болса, оны сары маймен жаққандарыңыз дұрыс. Силиконды формаларды майлап міндетті емес. Әрбір формаға 2 қасықтан құйып шығамын. Алдымен содан соң салмасын саламын. Салмасына мен вареный сгущенканы пайдаланамын. Салмасын салмай-ақ бірден қамырды құйып пісіре берсеңіз де болады. Міне осылай әр қайсының ортасына қасықпен жаңағы варенканы салып шығамын. Кейін оның бетін қайтадан жаңағы 1-2 қасықпен қамырмен жабамыз. Кекстерімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минуттай пісіреміз. Піскен піспегендігін ағаш таяқшамен тексеріп алсаңыздар болады. Міне біздің кекстеріміз дайын болды. Қалауыңызша егер капкейк жасасаңыздар да болады. Дәл осы рецептпен жай ғана осы кекстің үстіне кремді жағып әдемілесеңіз де болады. Енді кекстің дәмін көреміз. Міне қараңыздар, қандай нәзік, жұмсақ болып шығып жатыр. Салмасын өзіңіздің қалауыңызша салуға болады. Джем салсаңыз болады, варенка салсаңыз, творог салсаңыз да болады. Өте нәзік, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көруге сіздерге кеңес беремін. Сіздермен болған Гүлжанат. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар. Егер видео ұнаса, лайк басып, тіркеліп қойыңыздар.